Құрметті трейдерлар, бәріңе сәлем. Бұл видеода Форекс сауда жасауға арналған MetaTrader 5 сауда платформасы жайлы айтылады. МТ5 деп мына жақта жазылып тұр. Бұл демо-счет. Осы видеоға бола ашқан болатынмын. Оны ашқаннан кейінгі жүктеп алған терминалдың ең бастапқы түрі мынандай болады. Енді әр брокерде әрқалай болады. Мына брокерде осындай екен, мына төменгі оң жақ шеттегі график сияқты төртеуі де қара болды алғашында. Енді мен қалған үшеуін алып тастадым, мынаны қалдырып қойдым жаңағы көрсеткенге деп. Одан кейін жаңағы осы сауда терминалының графиктерінде өзінің жаңағы 3-4 түрлі по умолчанию варианттары болады. Оның бәрі осындай шимай шапақ сызықтар, индикаторлар, бір графикте бірнеше индикатордан осындай болып келеді. Көп брокерде алғашында ашылғанда осындай нелер тұрады. Онда тіпті қап-қара екен, даже мыналар да жоқ болды мына үшеуі. Оларды енді өзім келтіріп қойдым. Ал енді осыны бізге сауда жасап, ыңғайлап келтіріп алу үшін алдымен мынаны өзімізге икемдеп ыңғайластырып келтіріп алуымыз керек. Ол үшін төменгі жақтағы терминал деген, терминал дейді, МТ4-тен мына жерде инструменты деп жазып қойыпты. Осыны мына жерге курсорды апарамыз да, мына линияға төмен қарай тартамыз. Өзімізге керекті жерге дейін. Одан кейін мына сол жақтағы тұрған панельді былай қарай жылыстыруымыз керек. Енді мына жерде көбірек орын ашылды. Бұны енді біз мына жерге толтырып қою үшін мына ең жоғары жағындағы панельде мынандай 4 бұрышты бар, терезенің суреті сияқты. Графиктерді қалай орналастыру керек. Осыны бассаңыз, міне осындай болып төртеу шығады ең алғашқыда. Ал енді ары қарай кеттік. Бұл терминалымыздағы не нәрсе, не үшін жауап береді, қай жерден нені өзгертуге болады, қалпына келтіруге болады, соның бәрі туралы айтамыз ары қарай. Мысалы, мына ең үстіңгі қатарда әртүрлі вкладкалар тұр. Мысалы, файл дегенді алатын болсаңыз, жерде мысалы үшін открыть удаленный дейді. Мысалы, новый график қосуға болады, жаңадан график қосуға болады. Жаңағы өшіріп алсаңыз, байқамай, мысалы үшін дейік, мынаны өшіріп алдыңыз, байқамай. Өзіңіз сыздыңыз, неше түрлі анализ жасадыңыз, белгіледіңіз бағаларда. Содан кейін байқамай өшіріп алған жағдайда осы файлға кіресіз да, открыть удаленный деп тұрады. Соны бассаңыз, қайтадан орнына келеді. Сіз қалай сыздыңыз, солай орнына келеді. Одан кейін бұл файлдың ішіндегі тағы бір несі, мына подключиться торговому счету деген тұрады. Мына жерде осыны бассаңыз, мына жерде жаңағы счеттің номері шығады, пароліңіз шығады, жаңағы брокеріңіздегі серверлердің, әр брокерде сервер көп қой. Соның ішінен өзіңізге керекті сервер таңдап аласыз, мысалы үшін. Соны қоясыз, содан кейін окейді бассаңыз, жаңағы мысалы ашылып тұрғаннан бөлек тағы бір счетіңіз болса, или жаңадан ашып бастаңыз, соны осыдан қосуға болады. Оны файлда тағы бір айтылып тұр, подключиться к торговому счету деген. Одан кейінгісі бізге керектісі ет дегенде, мысалы үшін мына нелерді бұл жерде де қайтадан қосуға болады. Мысалы үшін навигаторды өшіріп тастауға болады. Мына жерден өшірдіңіз дейік. Қайтадан орнына келтіру үшін, мысалы қайтадан керек болды дейік. Навигатор десеңіз, қайтадан орнына келеді. Мынаның ішінде. Одан кейінгі мынаның ішінде индикаторлар бар. Мысалы үшін мынаны ашып қояйық. Үлкейтіп. Мынаның ішінде индикатор дейді. Ішінде мысалы moving average, скользящий средний дейді. MACD. Мысалы осыны бассаңыз шығады. Окей, мына астына қосылды. Болмаса жаңағы скользящий средний moving average. Мына жерде настройкаларын келтірсеңіз болады. Мысалы үшін simple дейді, жаңағы қарапайым түрі, экспоненциальный түрі, 20-ны 200 десеңіз болады, 50 десеңіз болады, жаңағы түрін өзгертуге болады, қызылдан басқа цветке, мысалы үшін. Окей, дейсіз, міне пайда болды мына жерде. Бұны удалить етсеңіз, қасына жақындатасыз да, удалить индикатор дейді.
ұстауыңызға болады. бұл жердегінің ең несі осы объекті дегені бар. Оған кірсеңіз жаңағы прямоугольник дейді, эллипс, текст, соларды нетуге болады. Горизонтальная линия деген оның бәрі басқа мына жерлерде тұр. Бірақ мындан да алсаңыз болады, мысалы прямоугольник. Ой, кішірейтсеңіз болады, мысалы бір уровеньдерді белгілегіңіз келсе, бір уровень болғанда зоналарды мысалы осындай белгілеп қойсаңыз болады. Болмаса бір керекті жер әртүрлі өзіңізге ыңғайыңызға қарай келтіресіз ғой. Осыны қосса болады. Келесі графики дейді. Бізде жаңағы көп енді жаңағы объекты удалить последние, удалить все выделенные, удалить все стрелки дейді. Мысалы бар дейді, мынада мысалы бассаңыз мынандай бар болады. Линия десеңіз мынандай линия болып шығады. Енді бізге керегі японский шеші болғаннан кейін осындай болып тұра береді. Бұл жерде енді көп істейтін нәрселер. Оның бәрі графиктен ақ шақырып істей беруге болады. Мынау увеличить, уменьшить дегені жаңағы торговый историяны қосу, мына жерге бассаңыз шығады, мысалы үшін бассаңыз алып тастауға болады деген сияқты. Бұның бәрі мына графиктен де істей беруге болады. Мысалы үшін оң кнопканы бассаңыз, жаңағы мына графики дегеннің ішіндегінің бәрі мына жерде шығып тұр. Мысалы мұнда бассаңыз шығып тұр. Мен графикке бассаңыз, осының бәрі шығып тұр. Келесі сервис. Бұл жерде енді бізге керегі, мен өзім басқа ештемесін қолданбаймын, тек мына бір функциясын ғана қолданамын. Торговля в один клик. Осы жайында қазір айтылатын болады. Одан кейінгісі мынаған жаңағы графиктерді қалай орналастыру, жаңағы каскадом дейді. Мысалы бүйтіп тұрады. Горизонтально дейсіз, былайынан тұрады. Вертикально дейсіз, былайынан қойып қойсаңыз болады, ыңғайыңызға қарай. Әртүрлісі бар. Өзіңізге ыңғайын біз енді мына жерге шығарып қойған. Мынандай қылып қоямыз. Ал келесі айтатынымыз мына үстіңгі қатардағы инструменттер, бұл не инструменттер? Соларды көрейік. Мынау ең бірінші тұрған перекрестие дейді. Мысалы, міне, соны бассаңыз, мына жерде бұндай перекрестие шығады. Бұнымен мысалы үшін жаңағы өзіңізге қалай керек болады, соны нетесіз. Мысалы үшін былай жоғары тартсаңыз, мына алғашқы точкадан мына жерге дейін, мысалы үшін қанша пункт екендігі туралы, одан кейін қанша бар, мысалы үшін міне солға жылжысаңыз, қасына келсеңіз, міне 2 бар, 1 бар деп өзгереді, 3 бар, қанша свеча бар осы кадада қойған жеріңізге сол көрсетеді. Содан кейін мына бірінші точкадан мына екіншіге дейін қанша пункт екі аралықта бар екендігі көрсетеді. Содан кейін мына оң жақ шетінде перекрестиеңіз тұрған жерде бағасы қанша, қандай деңгейде, қандай бағада тұрғандығын көруге болады. Бұны енді мына оң жақ кнопканы бассаңыз, оң жақ кнопка емес, кешіріңіздер, колесикті бассаңыз, осы жерден шығады. Мысалы үшін колесикті басып қалдыңыз, шықты деген сөз. Әрбір көре бересіз, мынаумен болмаса колесикпен. Екіншісі вертикальная линия дейді. Мысалы сізге бір аралықты белгілеу керек болса, осымен белгілейсіз. Горизонтальная линия. Жаңағы уровеньдерді белгілегіңіз келсе, мысалы үшін осымен белгілеп қоясыз. Белгілеп жетсеңіз, мына жағында шығады, міне оң жақ шетінде. Сонымен ары бері қозғай бересіз. Одан кейінгісі трендовая линия дейді. Мысалы үшін мына минимумнан мына максимумға қарай сызғыңыз келді дейік. Осыны аласыз да былай тартып сыза бересіз. Бұны енді мынау қысқа түрі болып шығады, кейде ұзын болып шығады. Әрқалай енді бұның несін өзгерту үшін мысалы оң жақ кнопкамен басасыз. Жоғары жағында свойства деп тұрады. Сонда параметры лучше вправо деген тұрады. Соны қосасыз да окей дейсіз. Мынау уже кетті. Бесконечностьқа. Оны алып тастайын десеңіз, қайтадан екі рет чертесіз. Оң жақ кнопка, свойствоға қайтадан кіресіз. Лучты алып тастасаңыз, қайтадан қысқа болып тұра береді. Так, одан кейін текст жазуға болады. Осылай қоясыз да, мысалы үшін
текст деген жерге мысалы ушундай жерге жаза бересиз. Окей. Удалить етсеңіз болады. Өзіңіз бір керекті бірде графикке жазу керек болған жағдайда осымен жазып алсаңыз болады. Одан кейін прямоугольник дегенді жаңа шығарып қойғам. Маған айтып кеттім. Осы бұл осында орналастыруға болады. Одан кейінгі Фибоначчи. Фибоначчиді осыны тырсаңыз болады. Одан кейінгілері таймфреймдер 3 минуттық, 1 айлыққа дейін сағаттық бар. Оны бәрі білетін шығар деп ойлаймын. Мыналар керек жоқ, енді мен өзім бұлардың ешқайсысын көп пайдаланбаймын. Ешқандай саудада несі керегі болмайтын сияқты. Мен өзім пайдаланбаймын, бұлар туралы ештеңе көп айта алмаймын. Новый ордер дейді. Ордер ашып жаңағы sell by сделка аша берсеңіз болады. Одан кейін жаңағы барға линия жапон машиндары келтіре берсеңіз болады. Одан кейін мынау жаңағы графиктің расположениесін келтіру. Осындай. Одан кейін мына отступ дегені бар. Келесі мынау жаңағы автопрокрутка дегені. Мысалы сіз мынаны бүйтіп мына жағында көргіңіз келсе, мына жақ шетінде қозғайын десеңіз, мынау қайтадан орнына келіп алады. Жүрмейді да. Сондықтан мына жерде автопрокрутка деген бар. Осыны бассаңыз, мынау өшеді. Одан кейін өзіңіз жылжыта бересіз колесикпен, болмаса былай тарта бересіз. Сол жақ клавишамен, болмаса колесикпен қозғай берсеңіз, қай жерге апарсаңыз да кете береді. Қайтадан бассаңыз орнына келеді. Одан кейін мына отступ графика от правой границы дейді. Мына жерде кішкентай шұқыршық тұр. Осымен өзіңізге ыңғайлап былай жақындатып келтіріп алсаңыз болады. Мысалы үшін алдында кішкене жақын тұрады. Енді осыны отступты бассаңыз, мына соңғы свеча мына шет жағына тақалады. Бұл енді кішкене анализға ыңғайсыздау. Сондықтан мен өзім осылайынан қоямын. Кішкене мына жағынан ашық пространствоға қалады. Осылай істей бересіз. Тақап қойсаңыз болады өзіңізге ұнаса. Одан кейінгісі мына уменьшение размері. Азайтсаңыз болады. Үлкейтсеңіз болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарайсыз. Енді бұл жерде тағы бір айта кететіні, осы жерден мысалы үшін бұл тұрған инструменттер 2 группаға бөлінеді. Мысалы үшін мына қарасаңыз, анықтап мына шет жағында вертикальный многоточиелар тұр. Мында бір, мына жерге дейін бір группа, мына жерде тұр тағы біреу, осынан мұнда дейін, мына аяғына дейін екен, басқасын алып тастадым. Мынаған енді не осы керекті инструменттер, мысалы мынаның бәрі тұрмайды. Жаңадан жүктеген кезде, мысалы үшін мынау болмайды, мынау болмайды, мынау болмайды, мына азайтатыны, үлкейтетіні болмайды. Таймфреймдер тұрады енді. Мына жерде мына прямоугольник маған керек болған кейін өзім қосып алдым. Басқалары тұрады енді. Оны қалай қосамыз, мысалы үшін керек еместерін алып тастауыңызға болады. Мысалы сізге текст керек болуы мүмкін, трендовый линия керек болуы мүмкін. Егер алып тастайын десеңіз, алып тастауыңызға болады. Мына жерден алып тастасаңыз болады. Жаңағы үлкейтетін, кішірейтінін. Ол үшін жаңағы вертикальный точкалар тұр ғой, соған апарасыз да. Сол жақпен басасыз, оң жақ кнопканы. Настроить дейді. Осы жерде добавить дегенге, мысалы, добавитті басасыз. Жаңағы линия гана, VR гана дейді. Канал регрессии дейді. Көп мында неше түрлі. Фибоначчидің каналы. Одан кейін рисунок дейді, стрелка дейді. Жерде қосқыңыз келсе, осы жерден керекті нәрселерді, мысалы, стрелка қосқыңыз келді дейді. Текстовый метка дейді. Эллипсті қосқыңыз келді, мысалы, жоғарыда треугольник қосқыңыз келді. Добавитті басасыз да, осыны таңдап аласыз да, мысалы үшін. Мысалы, эллипсті қойып көрейік. Добавить дейсіз. И закрыть. Мына жерде эллипсіңіз пайда болды. Мына жерде. Мына жерде пайда болды. Енді оны көп мен пайдаланбаймын да. Сондықтан мұны алып тастап болады. Қайтадан кіресіз. Настроить. Удалить дегенге бассаңыз, мына оң жақтағының бәрі осы жерде, мына жерде барлар. Мысалы, мына жерде бар заттар жаңағының оң жағында тұрады. Настроить деймін, оң жағында тұрғандар осы жерде бар деген сөз. Шығып тұрғандар көрініп, удалитті басасыз. Эллипсті басам. Удалить. Мына жерден кетіп қалды, мысалы үшін жоқ.
жаба саласыз. Енді мына жерде екіншісінде мына жерде мұнда оң кнопкамен басасыз, настройкасына кіресіз. Жаңа мыналарды алып тастауыңызға болады. Мысалы үшін 1 минуттық таймфреймді алып тастауыңызға болады, есті алып тастауыңызға болады. Егер 1 сағаттықтан төмен жасамайын десеңіз, мысалы үшін 1 айлық таймфреймді алып тастасаңыз болады. Қоссаңыз болады, мысалы үшін жаңағы бұларды. Таймфреймдер өзім қосып көрген жоқпын енді. Олармен ешқандай пайдаланбағаннан кейін ешқандай қосқан да жоқ. Осы қалпында қалдырамыз таймфреймдерді. Келесі мында тағы да бір точкалар бар екен, жаңа байқамай қалыппын. Осы настройкасына кірейік. Бұл жерде алғашында мына жерде мысалы үшін мыналар болмады. Жаңағы автопрокрутка, отступ деген азайтатыны, қосатыны. Сондықтан осыларды қосып алуыңызға болады өзіңіз. Тоже настройкаға кіресіз. Жаңағы қосылатын заттар мына жағыңызда тұрады. Сол жағыңызда удалять ететін заттар, мына жерге шығып тұрған заттар мына жерде барлары оң жағында тұрады. Мысалы добавить дейсіз да, мына жерден керек нәрсеңізді алып қоса бересіз. Мысалы удалить дейсіз да, мына жақтан мысалы уменьшить деген удалить етпесе, мына жерде кетті деген сөз. Қайтадан қосып шығарып алайық мынамызды. Добавить. Бізге керек. Болды. Келесі айтатын жайт, графиктің сол жағында тұрған обзоринка, навигатор, соның кейін астында тұрған инструмент дейік. MT4-те терминал дейді, осылар жайлы айта кетейін. Біріншісінде мына сізде қандай графиктер ашық тұр, солардың списогі тұрады. Алғашында мысалы үшін ештеме тұрмауы мүмкін. Сол кезде мысалы мен ашқанда алдында осы жүктей салғанда мынандай мына график сияқты бәрі пустой тұрды. Ол енді мына жерде көрсетілмеген, мына үшеуі ғана көрсетіліп тұр, мысалы үшін кейінгі ашқан. Алғашқыда жоқ. Соған енді қосасыз өзіңізге керекті графикті. Мысалы мына жерде добавить дегенге плюсті басасыз. Осыған жазасыз енді. Қандай пара керек? Соны мысалы аудио USD добавить. Пайда болды. Келесі USD канадский доллар. Пайда болды. Металл керек болса, мысалы үшін алтынның графигі қосылды. Осыны оң жақ кнопкамен шертесіз да, окно графика десеңіз, мына алтынның график пайда болды. Окно графика, мына канадец пайда болды. Мына ауди пайда болды. Осылай. Одан кейін екінші функциясы кез келген жеріне оң жақ кнопканы басасыз. Показать все дейсіз. Осы жерде жаңағы брокерда счетыңызда брокердің счеты болады ғой, әртүрлі, соның именно сіздің счетыңызда қандай паралар, қандай инструменттер рұқсат етілген, солар шығар. Мысалы мыналар мұнда жоқ, демода. Мыналар бар екен, мысалы үшін биткоин бар, эфириум бар деген сияқты. Осылар шығады, ішінен таңдап алып, мына жаққа графигін аша бересіз. Так, енді мұны қайтадан оң жақ кнопкамен басамызда, скрыть десеңіз, олар кетеді. Скрыть все. Міне бәрі кетті. Мына жерде ашылып тұрған графиктердің списогі ғана қалды, басқасының бәрі кетіп қалды. Обзоринка сол үшін. Соның кейін мына жерде уақытты көрсетіп тұрады, терминалдың уақыты. 16:53 қазір. Одан кейінгісі навигатор. Навигаторда көрсететіні енді брокеріңіздің аты тұрады, одан кейін счеттарыңыз тұрады. Мысалы үшін плюсті басасыз. Тағы да басасыз, міне счетыңыздың номері. Мысалы, бағана айтқандай тағы да қосымша счет қосқыңыз келсе, мысалы 2 счет тұруы мүмкін, солардың бәрі осында тұрады. Одан кейін индикаторлар. Мысалы индикаторда плюсті бастыңыз, трендовый дейді. Плюсті басасыз. Осы жерден шығады керекті жаңағы нелеріңіз. Индикаторыңызды, мысалы moving average дейді, скользящий средний, оны аласыз да, мына жерге перетаскивайте. Окейді басасыз, міне пайда болды. Одан кейін индикатордың өзі бөлінеді ғой, мысалы осциллятор дейді, осциллятордың ішінде қайсысын пайдаланасыз, стохастика, жаңағы
магний ма мысалы үшін MACD деп алсақ аласыз да мына жаққа көшіріп апарасыз, өзінің несі шығады жаңағы алғашқы стандартный настройкалармен окей дейсіз, міне магний пайда болды, MACD дейді, магний дейді. Так, мына апарасыз да индикаторға оң жақ кнопканы басасыз, удалить дейсіз, мынаны алып тастасаңыз болады. Осы основной навигатордағы счетыңыз, индикаторларды қоссаңыз болады. Одан кейін советники дегендер тұрады. Бұл жерде жаңағы советники деген роботтар. Әртүрлі енді брокердің предлагать еткен роботтары тұр. Бұларды енді қосуға, даже сенімді роботтардың өзімен жұмыс істеуге кеңес бермеймін. Мыналарды тем более советники деген роботтар. Олды бізге керектілері осы ғана. Навигаторда жаңағы счетыңыз, бір счеттен екінші счетқа ауысу, мысалы үшін счетыңызды басасыз да, одан кейін жаңағы сіздердің счеттарыңыз сұрап, ол қатар қайсысы, мысалы мынаумен жасағыңыз келсе, осыған подключиться, басқа счет болса, оң жақ кнопканы басасыз, подключиться к счету деп шығады. Соны бассаңыз, счетыңыз ауыса береді, ары бері. Так, одан кейінгісі инструменты деген, бұл жерде жаңағы сіздің балансыңыз көрсетіледі. Одан кейінгі историяңыз көрсетіледі, мысалы қандай сауда жасадыңыз, соның бәрі. Одан кейін жаңағы новости дегені бар. Жаңағы брокердің жіберген новостары. Оны енді ешкім пайдаланбайды деп ойлаймын. Анда-санда мен баяғыда қарап отыратын, мысалы жаңағы процентный ставка болғанда пресс-конференция кезінде шетінен мына жерде трансляция жазуша түрде, жазбаша түрде жүріп отырады. Жаңағы мысалы үшін қазір кім ғой, Пауэлл деген федтің несі, резервный Американың федеральная резервная система деген Центробанк бірінші айтқанда название. Соны жаңағы процентный ставка кезінде процентный ставка өзгергеннен кейін, сағаттан кейін пресс-конференцияда сол жердегі жаңағы айтқан сөздердің бәрі осында новостьтен шығып отырады. Енді менің брокерімде сондай, мында білмеймін. Осыны қарап оқып отырсаңыз болады. Одан кейін почтаға енді брокеріңізден келіп отырады, жаңадан счет ашсаңыз, мысалы үшін торговый платформа, мысалы мынау жаңағы MQL5 деген нәрседен мына жерде тұрған MQL5 деген осы М3 пен М5-тің разработчик, осылардың осы платформалар, солардың несі, производствосы. Солардан келіп отырады, содан кейін брокеріңізден келіп отырады. Жаңағы счет ашсаңыз, жаңағы счетыңыздың номері, пароліңіз деген сияқты соның бәрі осы почтаға келеді. Өзіңіз почта арқылы берсеңіз де болады, болмаса осы терминалдан прямо кіре берсеңіз де болады. Так, одан кейін керектісі, так, мыналарды қолданбаймын өзім. Алерты дейді, или алерты. Мысалы мына жерге қойып қойсаңыз болады. Көрейік. Мысалы, бүйтіп оң жақты басасыз. Торговля дегенге апарасыз. Жоқ. Торговля жоғарыда тұрған ғой. Мына алертте тұр ғой. Осыны қоясыз. Мына жерге шықты міне. Ол енді дыбыстық сигнал былайша айтқанда. Бұны бүйтіп курсорды мышкамен ары бері ете беруге болады, ары бері қозғай беруге болады. Жоғары, төмен деген сияқты. Жақындатып барып, қазір звуковой сигнал болса. Қосылды. Осындай сигнал береді. Мысалы үшін сіз басқа сайтта отырдыңыз, болмаса басқа бір графикте отырсыз. Мысалы осы графикке мынаны удалить етіп болады. Оң жақ кнопка удалить. Болмаса мына жерден удалить ете саласыз. Сол басқа графикте отырдыңыз или басқа сайтта отырдыңыз дейік, сол кезде осындай жаңағы мысалы баға осында келгенде ашамын десеңіз сауданы. Сондай жерге қойып қоясыз жаңағы сигналды. Келгенде соны ашып ары қарай сол графикпен жұмыс істей бересіз. Одан кейінгісі мыналарды енді мен ешқайсысын қолданып көрген жоқ. Журнал деген бұл жаңағы сіздің қай уақытта кіргеніңіз, мына терминалға, метатрейдерға қай уақытта шыққаныңыз, қай уақытта сделка аштыңыз, мысалы үшін мына жаңағы қосқан алертіңіз, мына жерде соның өзі жазылып тұр мысалы.
қай уақытта қосылды, қай уақытта сделка ашылды, қай уақытта жабылды, стоп лосс қашан қойылды, тейк профит қашан қойылды, соның бәрі осы жерде жазылып тұр журналда. Осы туралы айтайын дегенім осы. Содан кейінгісі, мысалы үшін мынаны бәрін өшіріп тастауға болады. Мысалы бүйтіп говорить етіп тастаңыз, мына графигіңіз бүйтіп созылады. Одан кейін қайтадан бұны орнына келтіруге болады. Мысалы окно данных дейсіз. Так, окно данных емес, обзор рынка. Сейчас кетіппін. Мысалы навигатор қайтадан орнына келтіріп алады. Осылай алып тастасаңыз болады. Екеуінде мынаны да алып тастасаңыз болады. Сонда график түгел бүкіл жаңағы мониторыңыздың несіне түгел құр график қана тұратын болады. Қайтадан видқа келесіз да жасасыз. Қайтадан бәрін шығарып алуға мынау шықты. Терминалымыз обзор рынка шықты. Навигатор шықты. Так, ендігі айтатынымыз мына графиктер жайлы. Графикті қалай өзімізге ыңғайлап келтіре аламыз. Енді мына жерде сауда жасау деген ешқандай мүмкін емес. Мысалы үшін мына графикті алайық. Индикатормен шатпақтап тастаған. Ештеңе көрінбейді. Мына жерде қалай сауда жасауға болады, түсінбеймін. Енді кейбіреулер осындай индикатордың любительдері болады. Индикатордың график көрінбейді. Мына жерде сызықтар неше түрлі болады. Сонда сауда жасап жүргендер болады. Бірақ мен өзім индикатор қолданбаймын, ешқандай таза график қана. Соған қалай ыңғайлап келтіруге болады. Соған келейік енді. Так, оң жақ клавишаны басасыз. Ең астында свойства деген бар, соны басасыз. Мына осы жерде мына қазіргі түрі, сіздің графиктің қазіргі түрі мына жерде көрініп тұр. Осы жерден мына цвета деген тұр ғой мына жерде. Міне цвета. Осы жерден таңдап алып өзіңізге ыңғайлап келтіріп алсаңыз болады. Қандай жаңа түстер ұнайды соны. Мысалы мен ақ фонда жұмыс істеймін. Кейбіреулер оны кішкене сарғыштау фон қылады, әрқалай енді. Ондай фон болып алуы мүмкін, жаңағы көз ауыртпақ үшін деп әркім өзінің несіне қалайды. Мен енді ақты аламын. Басқасының бәрі қара болады, почти бәрі. Когда қара, бар вверх, қара, бәрі қара. Выче свеча. Жоғары қарай бұл жерде ғана ауысады. Выче свеча мен ақ қоямын. Медвежий свеча, қара болады. Вот. Так, линияны қоямыз. Одан кейін жаңа не таңдап алдыңыз дейді. Линияны қараймыз. Линия кішкене төмендеу немен алса болады. Мысалы. Мынаумен алады. Өзіңізге ыңғайлы. Бұны да ақ қылып алсаңыз болады, мысалы үшін. Жарайды, бұны өзіңізге керектісін қойып аласыз, мысалы үшін. Одан кейін окей дейсіз. Мына ақ болып шықты. Бірақ мыналар кеткен жоқ. Қайта басасыз. Свойства. Показывать дегенде разделитель периодов деген керек бізге. Содан кейін тағы да керегі мына показывать OHLC деген бар. Открытиясы максимумы, одан кейін минимум бағаны, одан кейін жаңағы жабылған бағасы, қазіргі моментте жүріп жатқан свечаның әр свечаның бағасы, осы екеуін қоямыз. Разделители периодов. Показывать сетку дегенді алып тастасаңыз болады. Так, линия бит көрінеді, жаңағы бағаның қай жерде жүріп тұрғанда. Кейбіреулер аскыны көргісі келіп отырады, оны да қоспасаңыз болады. Онда мынандай өкінен үстіне тағы бір баға түседі. Бит пен аскының ортасында түсіп береді ғой. Сол жаңағы асық бағаны көріп отырғысы келеді көбісі. Мен оны енді қоспаймын. Окей дейсіз. Міне ақ фонда шықты. Мына индикаторларды апарып тұрып алып тастайсыз. Қасына апарып әрқайсысын. Бір индикатордың үстіне екіншісін алып тастауым. Мына индикатор сайт түспей жатыр.
Скользящий средний тоже алпыс емес. Оның да керегі жоқ. Міне бізге осындай пайда болды. Мысалы үшін мынау USD швейцарский франк разделитель периодов дейді. Одан кейін жаңағы график. Енді мына жағына тақалып тұр график. Осыны бағана айтып кеткенде мына 30 түпқа басасыз мына жерге. Осыған бассаңыз былай артқа қарай кетеді. Мына жерде тұрған міне. Мына жерде мына треугольник тұр ғой жоғарыда. Соны былайырақ жылжытып өзіңізге ыңғайлап қойып аласыз. Кішкене мына жағында пространство азырақ қалатындай, чтобы мына жақта көбірек көрінетіндей. Тақап та қоюға болмайды. Осы қалпында сақтап қоясыз ғой. Болды. Мына жерде разделитель көрінді. Главное, содан кейін жаңағы ашылған баға, максимальный баға, минимальный баға, одан кейін қазіргі жүріп жатқан баға. Соңғы моментте келді, осы уақытта. Осылар. Осыны енді біз сақтап қоюымыз керек. Ол үшін оң жақ кнопканы басамыз. Шаблоны деп тұр. Соны сохранить шаблон деген басасыз. Мынандай жазу шығады. Өзіңіз жазып қоясыз, мысалы үшін өзіңіз қандай название қойғыңыз келеді, соны қоясыз. 1-2-3 дей салайын, мысалы үшін. Сохраним уже шаблон. Айтқан болсам, шаблон дегенді көрсек, мысалы, 1-2-3 деп мында көріп тұр. Осы жаңағы ADX десеңіз, мына пайда болады, мысалы үшін. Шаблонда біздің настройка жасаған графигіміз шаблоны осы 1-2-3. Өзіңіз енді атын өзінше жаза бересіз. Так, енді басқалардың бәрін осыған әкеліп береді. Мысалы үшін мына графикті де соған әкелейік. Шаблонға кіресіз. 1-2-3 десеңіз, тура сол жаңағы график қайтадан шығады. Любой график ашасыз да осыған келтіре бересіз. Так, енді бұдан басқа, мысалы үшін тағы бір түрін көрсетейін. Оң кнопкамен. Одан кейін свойствоға қайтадан кіресіз. Бұл жерде цвета дегенге кірсеңіз, мына жерде брокердің өзінің варианты тұр. Брокер болғанда осы терминалдың интерфейстің метатрейдердің. Green on black дейді, мысалы үшін жасыл свечалар қара фонда. Әртүрлісі бар, сарысы бар, мысалы үшін. Кейбіреуге сары ұнайды. Ондайларды да көргем, сары свечамен сауда жасап жатқандар. Енді менің өзімде ақ фон болғаннан кейін мен мынаны таңдаймын. Осыны окей десем, мысалы үшін. Мынау осылай келді. Жаңағы біздің настройка жасағандарымыз мынау таза ешқандай сеткіш емес жоқ, құрақ қана. Аздаған сеткісі бар. Кішкене бледный цветпен. Мен осындай графикті салып өтсем, бірақ мына жерде не көрінбеген көріңіз бе? Жаңағы ашылған бағасы максимальный, минимальный деген. Соңғы баға ештеме көрінбеген. Оны қосып аласыз. Свойствоға кіресіз. Показывать. Міне, показывать. Жаңағы OHLC деген басасыз. Так, разделитель периодов бар. Окей, басасыз болды. Мына жерден шықты. Максимум, минимум қазір бар. Так, осының өзін сіз сақтап қоясыз. Мысалы, бұған да бір ат бересіз. Мысалы үшін сохранить шаблон. Так, мысалы 3-2-1 деп қояды керісінше. Бұл мысал ретінде көрсетіп жатқаннан кейін. Так, 3-2-1. Мысалы, ADX-та тұр. Шаблонға кіресіз. Мынау шықты. Мынау былай тұр. Оғанда жаңа шаблонға кірсеңіз алып тұр. Так, енді мынау қазіргі тұрғаны дефолт деп тұр. Мына астыңғы жағында дефолт деген жазу бар. Осы бойынша тұрады по умолчанию көбісі. Мысалы үшін қайтадан шаблонға кіресіз. Дефолт деп тұр. Осы өзгеріссіз қалды. Мысалы жаңағы шаблон дефолт осылай. По умолчанию осылай болып тұрады. Енді сізге керекті жаңағы настройка жасаған графигіңіз бар. Мына ұнай шығар, сеткісі жоқ. Мүмкін мына ұнай шығар, аздаған сеткісі бар. Мен осындай пайдаланамын енді. Енді осыны мына жақтан жаңағы дефолт болғаннан кейін, мына жерде мысалы үшін сіз мысалы тағы график аштық дейді. Тағы да бір алтынның графигін ашқыңыз келеді. Тағы да аштыңыз. Осындай болып шығады, қара болып шыға береді.
канализация ашқымыз келді. Тағы біреу шықты, мысалы үшін $102 деген. Енді осы сіздің өзіңіздің настройкаңыз, мысалы үшін менде мынау өзіме ұнайтыны болғаннан кейін каждый график алған сайын жаңағы шаблонға кіріп, одан жаңағы ішінен жаңағы таңдап, қандай название берген соны таңдап қайтадан настраивать етіп жаңағы ауыстырып жатқанша, мысалы қосқан графигіңіз тура осындай болып шығатындай келтіріп қоюға болады. Ол үшін қайтеміз, қайтадан свойствоға кіреміз. Так, кешірім өтінемін, шатасып кеттім. Оған шаблон дейміз да, осыны сохранить дейміз, осы өзіміздің тұрған керекті шаблонымызды. Оған бағана ат беріп қойдық қой, мысалы үшін 2-3-1 дедік, 1-2-3 дедік. Енді қайтадан мұнда келеді, осы жерге жаңағы дефолт деген мына астында тұрған сөзді, астында тұрғанда осы жерге жазып қойыңыз. Дефолт. Сохранить дейсіз, уже существует дейді, хотите заменить, дейсіз. Болды. Енді любой графикті ашсаңыз, сіздің осы өзіңізге ұнайтын түрі шығады графиктің. Мысалы өзіңізге керекті шаблон бойынша шығады. Мысалы үшін новый график ашайық. Одно графика деймін, тура осы шықты. Жаңа қара болып шығады. Енді бәрі өзіңізге керекті болып шығады. Кез келген график аша берді. Бәрі осындай болып шыға береді. Так, енді өзімізге керектілерін ғана қалдырайық. Мысалы бізде фунт бар, евро бар, алтын бар. Канализ. Алып тастайық, канализ алып тастайық. Мына алтынды алып тастайық. Мына алтынды алып тастайық. Мына енді артығымен ашып кетуі бәрі. Тағы бір аудит алып тастайық. Так, міне осылай болып келді. Енді оның орнын өздеріңіз ауыстырып алсаңыз болады. Мысалы үшін менде алтын бірінші тұрады былай. Мен осындай алтынмен солар салдықтан осылай қойып алып. Енді менде көп, мында 10 шақты жаңағы алтынмен күміс бар, одан кейін индекстер бар, одан кейін парлар бар. Металл 12, 15 бар, сондай бар. Оларды қосылғанда мына астыңғы жағына бәрі шыға береді списокқа, мысалы үшін мынаны. Енді өзіңіз ауыстыра берсеңіз болады, мысалы үшін алтынды бірінші қойып қойсаңыз болады, бірінші болды. Евроны екінші қойып қойсаңыз болады, онысы үшінші қойып қойсаңыз болады. Әрі қалай ауыстыра бересіз мына сол. Так, осы міне настройка жағынан келгенде айтатындарым осы. Енді настройка жасап болғаннан кейін трейдтарымызды қалай ашамыз, қалай жабамыз, жаңағы частичное закрытие дегені бар, жаңағы жартылай жабу. Мысалы 50%-ін ашқан сделкаңызды жауып тастауға болады, осы 70%-ін жауып тастап қалғанын ары қарай қалдырып қойсаңыз болады. Сол туралы айтамыз. Қысқаша ғана айтып отыруға тырысайын. Так, мысалы үшін сделка ашқанда мына жерде новый ордер деген тұр. Мысалы үшін жоғары жақта осыны ашасыз. Новый ордер, sell, buy деген мысалы үшін. Так, қазір көрейік. Новый ордер дейді. Sell дейсіз, окей дейсіз. Сделкаңыз ашылып тұр мына жерде. Көрініп тұр. Жақтан жабысыңыз болады. Қайтадан жабуға шығады, мысалы үшін. Close деп. Осыны енді жабасаңыз да болады. Окей, например, тағы да бір сделка ашайық. Бұны мына жерден ашсаңыз болады. Болмаса мына жерде графикта қайсысында осылардың біреуінде бар. Сервисте бар екен, новый ордер дегенде. Бассаңыз тағы да шығады. Сервис, новый ордер, қайтадан шығады. Мысалы, сол дейсіз, окей дейсіз. Сонан кейін бұны өзгертуге болады, мысалы үшін. Мына жерге әкелесіз. Ашылған сделкаңызға.
оң жақ кнопканы басасыз, изменить или удалить дегенді басасыз. Содан кейін мысалы стоп қойғыңыз келеді. Өзіңізге керекті сел болып тұрғаннан кейін жоғары жақ қойғыңыз келеді. Мысалы үшін 49 дейді, 29, 49. Стоп пайда болды. Жоғары жағында. Қайтадан басасыз. Изменить. Егер тек пропуск қойғыңыз келсе, мына тұрған екі кнопканың кез келгенін басасаңыз, қазіргі баға шығады. Мысалы үшін 29-29-ға қойғыңыз келеді дейді. Тиітіңіз қойылды. Сделкаңыз мына жерден ашылды. Так, енді бұны ары бері жылжыта берсеңіз болады, былай қарай түсіріп. Мысалы, тиітті төмен жақ қойсаңыз болады. Изменить. Окей. Стоп лоссты енді былай жоғары көбірек рискіге қоюға кеңес бермеймін. Бұны наоборот былай жақынырақ қойсаңыз болады. Мысалы, плюсқа кетіп жатқан жағдайда кішкене жақындатып қоямын десеңіз, төмен қарай сөйлейсіз да, изменить дейсіз. Стопыңыз жақындады. Бұны енді удалить етіп тастауға болады. Мысалы үшін мына жерде стрелканы баса саласыз. Стоп лосс енді удалить еткенді не советую, шынын айтса, тек профитті удалить етуіңізге болады енді. Окей. Так, мына жерден жалғастырсаңыз болады. Болмаса стоп лоссқа апарасыз. Оң кнопкамен басасыз, отменить стоп лосс дейді. Мысалы үшін өшіріп тастасаңыз болады, өзгертсеңіз болады. Одан кейін мына сделкаға алып келсеңіз, мысалы закрыть деп тұрады. Осымен жалғастырсаңыз болады. Close деп мынаны басасыз, жабылады. Енді бұл жерде айта кететіні жаңағы частичное закрытие дейді. Жартылай жабу. Болмаса өзіңіз қаншасын жапқыңыз келеді, сонымен осы бір сделка мысалы мынау. Бір лотпен ашылды, міне бір лот деп тұр. Осыны жапқыңыз келеді дейік. Изменить. Закрыть дейсіз. Содан кейін мына жерге 0. 0,50 дейсіз, мысалы үшін. Жартысын жабамын дейсіз. Жаптыңыз. Міне. 0,5 қалды мына жерде. Мына жерде жаңа бір лот болған, қазір жарты лот қалды. Енді историяға кіресіз. Историядан көрейік. Міне жабылып тұр. Бір лоттың жартысы жабылды деген сөз. Мына жерден алып жұмысыңыз. Так, енді бұл жаңағы бір варианты. Жаңағы сервисқа кірдіңіз. Қайсына кірбек жаңағы. Новый ордер сервис екен. Біреуі, екіншісі мына жерде тұр. Так. Одан кейін үшіншісі мына жерден жаңағы торговый панель дейді. Осыны қосып қойсаңыз, мына жерде шығып тұрады мысалы үшін. Sell by market. Окей. Бұл жаңағы немен шыққандағысы. Мынаны бассаңыз да, мына панель шығады. Бұл жерде жаңағы бір плюсы, единственный плюсы. Мынау арқылы ашсаңыз да бәрі осы. Функциясы бар. Бұның бір плюсы стопты қойып алсаңыз болады. Сделканы ашпай тұрып, мысалы үшін стоп лоссты қоясыз да, мысалы үшін 9 дейік. Бұл стоп лоссты неге ашпай тұрып қою маңызды? Бұл енді өзіңіздің шотыңыз болса жарайды, енді стопты қойсаңыз да қоймасаңыз да өз еркіңіз. Бірақ проп фирмаларда көбінесе стопсыз сделка аштырмайды. Кейбіреуінде сразу блокируют, сделка ашылмайды стопсыз. Кейбіреуінде ол нарушение ашыла береді, сделка стоп қоймасаңыз, бірақ нарушение болып салынады. Егер 5 нарушение болса, мысалы мен істеп жүрген пропта 5 нарушение болатын болса, стопсыз, онда жаңағы счетыңыз блокқа түседі да, уже счетыңыздан айырыласыз. Сол үшін стопты қою маңызды. Стопмен бірге сделка ашылды деген сөз. Сделкалардың бәрін жауып тастайық. Так, жаңағы мына панель арқылы ашқандағы единственный плюс осы стоп қою ғана.
егер пропта жүрсеңіз сауда жасап стоп қойып барып ашсаңыз болады. Ал енді бұның жаңағы басқа түрі бар, торговля в один клик дегені. Так, осында сервисқа кіресіз. Настройки мына жерде ең астында торговля в один клик деп тұр. Осыған галочка қоясыз да. Мына жерге принимаю эти условия дейді, мынау жаңағы один кликпен жасағанда сауда қандай последствия могут быть, сол туралы ескерту қоямын. Я принимаю эти условия дейсіз, окей дейсіз. Ол енді аша берсеңіз болады. Жаңағыдай мына жерге окошко ашылып, басып жауып жүрмейсіз. Ертең прямо бассаңыз сделкаңыз ашыла береді. Екі сделка ашылды міне. Енді бұл жерден аласыз да, біреуін жауып тастайық. Былай қарай жасай бересіз. Стопты мысалы былай жоғары қарайсыз, стоп қойылды. Төмен қарай бұнда келесіз, мысалы take profitіңіз қойылды. И осыны удалить ете бересіз. Мысалы алып келдіңіз. Отменить take profit. Кетті, стопты да енді отменять. Советую. Өзгерсеңіз болады, алып тастасаңыз болады деген сияқты. Так, бұны жауып тастайық енді. Енді сделканы по рынку, бұның бәрі по рынку ашылып жатқан сделкалар. Сізге енді лимитный ордермен сауда жасайтын кездер болады, мысалы үшін. Торговля дегенде оң кнопканы басасыз. Торговля. Мысалы, айтайық сіз, мысалы бағамында келгенде, мына жерге келгенде, бірақ кірем салға дейсіз, болмаса мына жерге келгенде, мысалы баға. Мына жерге келген кезде, ордер блокқа келді дейік. Осында келген кезде байға кірем дейсіз, мысалы үшін. Мына жерден мына қайда обновить еткен кезде салға кірем дейсіз, мысалы үшін. Сол кезде мысалы оң жақ кнопканы басасыз. Мына жерден ашқыңыз келіп төмен қарай дейді. Торговляға барасыз. Сел лимит дейді. Мысалы үшін лимитный ордеріңіз қойылды. Баға мына жерге келіп егер сіздің бит бағасы осыған тиетін болса, онда сделкаңыз төмен қарай ашылады. Егер төмен қарай кететін болса, онда сіз пайда табасыз. Егер жауап етсе, конечно, минус. И мына жерден мысалы үшін қайтадан ашуға болады. Бай лимит. Лимитный ордер байға. Мысалы баға мында келді, осыны жоғары қарай ашқыңыз келді. Өзіңіз қолыңыз тимей, мысалы графикке қарайтын уақытыңыз жоқ. Сол кезде қойып қойсаңыз, мына баға келді, қайтадан жоғары кеткенде сіздің сделкаңыз ашылады да, келгенде. Одан кейін жоғары шықса, мында тек қойып қойсаңыз болады, мысалы үшін. Мына изменить дейсіз да. Take profit стоп лосс қоя саласыз. Стоп тек осынан қойылады. Осылай себересіз. Так, бұларды удалить етіп тастайық. Так, соның кейін sell stop buy stop дегені бар, лимитный ордерлердің оны да қалай қоясыз. Мысалы үшін, мына минимум дейік, осы минимумды былай қарай төмен қарай пробивать еткенде, болмаса мына минимумды алайық. Осы жерден сделка төмен қарай ашылсын деп сізге жаңа мысалы төмен жақтан қойсаңыз, байға кіретін болсаңыз, бай лимит төменнен қойылады. Қазір енді төменнен sell stop болғаннан кейін, оны да төменнен қоясыз. Разницасы мысалы sell лимитті жоғарыдан қоясыз, төменге кету үшін. Sell stopты төменнен қоясыз. Бағаны мысалы мына уровеньді бұзып, төмен қарай кетсе, сделкаңыз ашылады, ары қарай плюсқа кете береді, егер баға төмен жылжи берсе. Жоғары кетсе, соответственно, минус. Сосын қайтадан оң жақ кнопка торговля, sell stop дейсіз. Мына жерге қойылды. Егер buy stop ашқыңыз келсе, егер мына бір уровеньді жаңағы мына хайды баға бұзып өтіп жоғары кетеді деген ойда болсаңыз, онда қайтадан торговля, buy stop міне жоғары кетті деген сөз. Осылай қоя бересіз жаңағы стоптардың, жаңа айтып өттім. Мынаған басасыз да, изменить дейсіз да, жаңағы стоп, соны take profit қоя бересіз. Бұл торговля в один клик деген осы. Соның кейін ең маңызды нәрсе мынау. Мына жерде лот тұр ғой. Лоттың размері көрініп тұр. Бір лот деп. Осыны алдымен жаңағы сделка ашпастан бұрын қандай счет болса да, мысалы үшін сіздің балансыңыз размері 10 мың болсын, 1 мың болсын, $100 болсын, $50 болсын, осыны өзіңіздің неңізге сәйкес
келтіріп алуымыз керек. Бірінші ашпай тұрып 0, мысалы 0,5 болса 0,1-ге қоясыз. 0,1 десеңіз, мысалы евро дейік. Бір лотыңыздың көлемі 100 мың доллар, 100 мың евро болады. Базовый валюта мұнда евро болғандықтан, сол евромен есептеп, бір лотпен ашсаңыз, сіз 100 мыңға аштыңыз деген сөз. Сделканы. Фунтта болса, мысалы үшін, онда бір лотпен ашсаңыз, сізде, мысалы бір лотпен ашып жатыңыз дейді, сізде бұл жерде 100 мың фунтқа сделка ашылды деген сөз. Көрдіңіз бе? Сондықтан абай болу керек. Егер мұнда 0,10 болса, онда соответственно 10 мың фунтқа ашылды деген сөз. Сделка. Егер евро болса, оның бәрін келтіріп аласыз ғой. 10 евромен сделка жасасаңыз, жаңағы базовый валюта евро болғандықтан алдыңда тұрған пардағы бірінші жазылып тұрған 10 мың евроға сделка ашылды деген сөз. Енді өзіңізге ыңғайлап келтіріп аласыз. 0,5, егер аз болса депозитіңіз 0,01 деп қойсаңыз болады. Сонымен сделка аша бересіз. Егер жаңағы бір лот болып тұрады, кейбір нелерде, брокерлерде ашылып салған кезде 10 лот болып тұрады. По умолчанию. Сіз оны білмей, егер новичок болып, оны ескермей біліп тұрсаңыз да, мысалы үшін қателесіп кетіп ашып жіберсеңіз, онда жаңағы аз ғана, даже спредтің өзімен 70 доллардың өсіп болып тұр, мысалы үшін. Осы за счет спреда баға қозғалар олар жоқ. Сондықтан жаңағы так 10 лот дегеніміз уже 1 миллион евроға сіз сделка ашып жібердіңіз деген сөз. Енді за счет плечей, брокер плечо береді ғой, мысалы, 1-ге 500, 1-ге 1000, 1-ге 2000 деген сияқты до бесконечности бере беретіндер бар. Сондықтан жаңағы мынандай көп объеммен, размермен ашып қойсаңыз, бәленбай лотпен, онда сіз аздаған 1-2 пипс жоғары кететін болса, 1-2 пункт, уже бүкіл депозитіңіз түсіп кетті деген сөз. Сондықтан осы лотты өзіңізге сәйкес келтіріп алуыңыз керек. Келесі айтатынымыз, мысалы, мынаны ашып қояйын. Бұл жаңағы әрбір свечаның, мысалы, 1 сағаттық таймфрейм болғандықтан, 1 сағатта қозғалыс қой, свечаның осының қандай бағада басталды, ашылды, хай қандай болды, лоу қандай бағамен жабылғанын білгіңіз келсе, мына мысалы бычий свеча болса, жоғары жағына келесіз, осында көрсетеді. Ашылған бағасы, хай қанша, лоу қанша және жабылған бағасы қанша. Егер медвежий свеча болса, онда төмен жағына қоясыз. Сонда көрсетеді ашылғаны, хай, лоу және жабылған бағасы. Одан кейінгісі айтылмай қалғаны. Мысалы үшін сіз дневной графикті бір уровень сызып қойдыңыз дейік, мысалы мына хайларға қойып қойдыңыз дейік. Одан кейін 1 сағаттықпен жұмыс істеп жатсыз, мысалы жаңағы қойған сызығыңыз көрінбейді, қайда тұрған. Соны егер 1 сағаттықта отырып көргіңіз келсе, мына оң жақ шетіне апарасыз да, бүйтіп мышкамен төмен қарай тассаңыз, уровеніңіз көрінеді, оның размері өзгереді, биіктігі графиктің. Осылай тұра береді. Содан кейін 2 рет бассаңыз, қайтадан орнына келеді. Болмаса қайтадан былай жоғары қарай тарта саласыз, қайтадан орнына барады. Енді история туралы айтайын. Жаңағы сауда жасаған история, мысалы, сауда жасадыңыз дейік. Кешеден бері, мысалы, мен ашқаннан кейін жаңа көрсетіп отырып ашып жасадым, бұл талай сделканы. Соның бәрі мына историяда қалады. Жаңағы алғашқы осы терминалды жүктеп алған кезде де солай, менде солай болды. Енді сіздерде қалай болатынын білмеймін, бірақ енді әр ашқан сделка сайын осы қала береді. Осыны қалай алып тастауға болады? Мысалы, МТ4-те, мысалы, каждыйының әрқайсысына басасыз да, әр ашылған сделкаға.
ашылып тұр дейік. Мынаған 2 жыл көрсетсеңіз, мынау өзі белгіленеді, соны басасыз да әрқайсысын бөлек бөлек ала беруге болады. Мынада ондай функция жоқ екен. Сондықтан бұны алатыны, мысалы міне кешеден бері алдым, күннен бері даже ашқан нелер тұр ғой. Оң жақ нені басасыз, кнопканы, содан кейін торговая история дегенді бассаңыз, оның бәрі өшіп қалады. Қайтадан енді сауда жасап болғаннан кейін қалай кірдім, қалай шықтым, анализ жасағыңыз келсе, қайтадан торговая историяны ашсаңыз, қай жерден кірдіңіз, қай жерден шықтыңыз, соның бәрін көріп отыруға болады. Бұны алып тастайық. Так, содан кейін айтқым келгені, мысалы аштыңыз дейік, бір лотпен аштыңыз дейік. Содан кейін жаңағы тек профит қойдыңыз, стоп қойдыңыз дейік. Осыларды көру үшін қаншаны тек профитіңіз, қанша прибыль береді, мысалы үшін әкеп просто мына кроссвордты тақасаңыз, көрінеді, мұнда $1632, мысалы үшін стопыңыздың размері қанша, ақшалай $500 стоп. Если стоп срабатывать етіп кетсе, стоп лосс істеп кетсе, онда $500 жоғалттыңыз деген сөз. Ал енді біздің тағы да бір айта кететін нәрсеміз, таймфреймдердегі мына разделитель периодов деген қанша уақытты көрсетеді, соны айта кетейін қысқаша. Мысалы 1 сағаттықта білесіздер, бәрі білетін шығар. Мысалы мына екі ненің арасы 1 күнді көрсетеді, 1 сутканы. Егер 4 сағатқа қойсаңыз, бұл 1 аптаны көрсетеді, мына екі аралық 1 аптаны көрсетеді. Егер 1 күндікке қойсаңыз, 1 айды көрсетеді. Апталық таймфреймге қойсаңыз, онда бұл 1 жылды көрсетеді. 1 айлық таймфрейм тоже 1 жылды көрсетеді, арасы жақын болып, жіңішкеріп қалды. Осы. Одан кейінгі айтылмай қалған нәрсе, тарихыңызды, саудаңыздың историясын қалай сақтау керек. Өзіңіз көргіңіз келсе, детальный анализ жасағыңыз келсе, мысалы үшін аптаның соңында жаңағы өзіңіз сақтап аласыз, оң жағыңызға басасыз, выбрать период дейді. Мысалы, вся история последний 3 месяца, последний месяц. Болмаса выбрать дейсіз да, 1 күнде де нетсеңіз болады, мысалы, сегодня де белгілейсіз да, баса бересіз. Болмаса жаңағы өзіңіз 1 аптаны көргіңіз келсе, керекті датаға қоясыз да, содан кейін окейді бассаңыз, мысалы үшін өзінің несі шығады, торговый историясы түгел. Енді вся историяны алып көрейік. Кез келген жеріне басасыз. Одан кейін отчет деген бар. Осы жерде мына Excel форматында және мына браузерде ашылады мынау, бірақ компьютерде сақталады. Internet Explorer деп тұр. Жаңа Microsoft Office'тің Excel форматында сақтауыңызға болады. Осыны бассаңыз, сақталады. Содан кейін шығады жаңағы қанша сауда жасадыңыз, жаңағы осы таңдаған периодыңыздың кезінде. Қанша шорт, қанша бай болды, қаншасы жаңа профитпен жабылды, қаншасы лосспен жабылды, профит фактор, жаңа коэффициент шарфа деген сияқты. Солардың бәрі шығады.